Сәлем достар, бүгін бізде алгебра 10-шы сынып 2-ші есеп теңдеуді шешіңдер. Біз бірінші мына теңдеуді шешпестен бұрын оны ықшамдап аламыз. Яғни жазамыз x квадрат минус, жақшаны ашып жібереміз, 4-ті көбейтеміз, 4-ті x-ке көйткенде 4x, минус 4-ті минус 2-ге көйткенде плюс 8, ары қарай жазамыз плюс 3x, минус 14 тең болады 0-ге. Енді x квадратты жазамыз, минус 4x плюс 3x ол бізде болады минус x, 8 минус 14 ол болады минус 6. Тең 0-ге. Енді осыдан біз дискриминант табамыз. Дискриминанттың формуласын біз білеміз. D тең болады b квадрат минус 4ac. Яғни b квадрат деп отырғанымыз бізде минус 1, минус 1-дің квадраты плюс 1, минус 4 көбейтілген a дегеніміз бұл жерде 1, көбейтіп c дегеніміз ол минус 6. Яғни 1 минус 4-ті минус 6-ға өткенде плюс 24 болады, да тең болады 25. Дискриминант бізде 0-ден үлкен, яғни оның шешімі бар, x1 мен x2-ні табамыз. Бұл жерде бізде x1-дің формуласы минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлінген 2a-ға тең. Яғни минус b дегеніміз, минус b дегеніміз бұл жерде минус 1, минус b ол плюс 1 болады. Плюс 1, бірінші плюс таңбасымен қарайық. Түбір астында дискриминант деп отырғанымыз, түбір астында 25. Бөлемін 2a дегеніміз ол мына жерде 1. 2 көбейту 1 ол 2-ге тең болады. Яғни бізде 1 плюс 25-дің түбірі 5-ге тең, бөлінген 2, 6 бөлу 2 ол 3-ге тең. x2-ні табайық. x2 минус b дегенім шанағы 1. Енді бұл жерде таңбаны минус деп аламыз. Минус 25-дің түбір асты 5, бірден жазайық, астында 2. Яғни минус 4 бөлінген 2 ол минус 2-ге тең. Яғни біздің жауабымыз минус 2 мен 3-ге тең. Келесі екінші есеп. Бұл жерде де біз ықшамдап аламыз. Бірінші 4x квадратты жазып аламыз. 4x квадрат минус. Жақшаны ашатын болсақ, минус 3-ті x квадратқа көбейткенде минус 3x квадрат. Минус 3-ті минус 2x-ке көбейткенде плюс 6x. Минус 10. 6-ны сол жаққа қарай шығарамыз. Таңба ауысады минус 6 тең болады 0-ге. Енді ықшамдаймыз. 4x квадрат минус 3x квадрат, бұнда x квадрат болады. 6x бұнда басқа x жоқ, сондықтан плюс 6x өз жазылады. Минус 10, минус 6, ол минус 16-ға тең болады 0. Тағы да дискриминант табамыз. Дискриминант b квадрат, яғни 6-ның квадраты 36, минус 4a дегеніміз 1-ге тең, c дегеніміз минус 16-ға тең болады 36. Минус 4-ті минус 16-ға көбейткенде бізде плюс 64-ге тең болады. Яғни 36 плюс 64, дискриминант 100. Дискриминант 0-ден үлкен, яғни x1 мен x2-ні табамыз. x1 тең болады минус b. Минус b дегеніміз минус 6 болады. Плюс түбір асты дискриминант бөлемін 2a-ға. 2a дегеніміз a 1-ге тең, яғни 2-ның өзі болады. Минус 6, 100-дің түбірі 10, бөлінген 2, 4 бөлу 2, 2-ге тең. Келесі x2 таңбаны ауыстырамыз. Минус 6, менді минус деп қоямыз. Минус 10 бөлінген 2. Минус 16 бөлу 2, минус 8-ге тең. Бізде жауабымыз сонда шықты. Минус 8-де 2. Келесі үшінші есеп. Жақшаны ашып аламыз бірінші. 5x квадрат жазып қоямыз. Минус 3 көбейту x квадрат. Минус 3x квадрат. Минус 3 плюс 2x минус 6x плюс 3x плюс 9, 14 солға шығарамыз, минус 14 тең болады 0-ге. Енді ықшамдаймыз. 5x квадраттан 3x квадрат алғанда бізде плюс 2x квадрат қалады. Минус 6x плюс 3x болады минус 3x. 9 минус 14 дегеніміз ол минус 5-ге тең болады 0-ге. Дискриминант табамыз. Дискриминант бізде b квадрат, яғни 9 минус 4ac, 4 көбейту a дегеніміз 2-ге тең, c дегеніміз минус 5-ге тең болады 9. Минус 4-ті 2-ге көбейтігенде бізде минус 8, минус 8 минус 5-ге өткенде плюс 40, яғни 49.
Дискриминант 0-дан үлкен, яғни x1, x2-ні табамыз. x1-іміз минус b дегеніміз ол таңба ауысқанда плюс 3, плюс түбірасты дискриминант түбірасты 49 бөлінген 2a, 2 көбейту a дегеніміз 2-ке тең. Сонда бізде 3 плюс түбірасты 49 деген 7 шығады, бөлінген 4. 3-ті 7-ге көбейткенде, қосқанда 10, 10-ды 4-ке бөлгенде 2,15. Келесі x2-ні табамыз. Таңба ауысады 3, бұл жерде минус 7 бөлінген 4 болады. Сонда 3 минус 7 минус 4, минус 4 4-ке бөлгенде минус 1-ге тең. Жауабы бізде минус 1 мен 2,15 болады. Келесі 4-ші есеп. Жақшаны ашып бір-біріне көбейтеміз. Яғни 2x-ті бірінші 3x-ке көбейтеміз. Ол болады 6x квадрат. 2x-ті 1-ге көбейтеміз. Болады плюс 2x. 3-ті 3x-ке көбейтеміз. Болады 9x. 3-ті 1-ге көбейтеміз. Болады плюс 3. Арғай жазамыз. Минус 10. 11x пен плюс 20-ны сол жаққа қарай шығарамыз. Яғни таңба ауысады минус 11x минус 20. Тең болады 0-ге. Енді ақшамдаймыз. Бізде басқа x квадрат жоқ, сондықтан 6x квадраттың өзін жазамыз. Енді x дәрежелер 1 дәрежесі 2x бар, 9x бар, минус 11x бар. 2x плюс 9x 11x, 11x минус 11x ол 0 болады. Яғни жойылып кетеді. 3 минус 10 бұл минус 7, минус 7 минус 20, минус 27. Тең болады 0-ге. 6x квадрат тең болады. 27-ні оң жаққа шығарамыз. Плюс 27. Бұдан x квадратты табамыз. 27-ні бөлеміз 6-ға. Бұл 3-ке қысқарады, сонда бізде жоғарыда 9, астында 2 қалады. Бұдан x-тің өзін табатын болса, ол плюс минус түбірасты 9 бөлінген түбірасты 2. Яғни түбірасты 9 деп отырғанымыз ол 3, 9-ның түбірі, түбірасты 2-ның түбірі жоқ, сондықтан солай қалады. Енді бөлімін түбірден арылту үшін біз оны түбірасты 2-ге көбейтуімізге болады, астында, үстінде. Сонда үстін 3-ті түбірасты 2-ге көбейткенде 3 көбейтілген түбірасты 2 болады, түбірасты 2-ні түбірасты 2-ге өткенде 2 шығады. Сонда бізде жауабы плюс минус 3 түбірасты 2 бөлінген 2.